Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар, қалдарыңыз қалай? Сонымен сіздерге арнаған кезекті кітабым бар. Бұл метод Маккензи деп аталатын кітап. Как решить любую проблему. Итан Рассел деген автор жазған болатын. Егер де сіз таргетолог, немесе SMM маманы, мобилограф, жалпы фрилансер болатын болсаңыз, бұл кітапты сізге точно кеңес беремін. Себебі бұл консалтинг әлемінің мастодонты, Big Four'дағы компаниялар барлығы осы методиканы пайдаланады. Негізгі алған 3 инсайтым бар. Бұл жерде инсайттар көп, жалпы кішкене смагын и сочный жерін, по крайней мере, өзімен алған жерді мен сіздерге айтқым келіп отыр. Біріншісі, бұл алдында өтіп кеткен кітаптардың бірі Закон Паретто сияқты 80-20. Әдетте бір кішкентай ғана бөлігі үлкен доход береді. Бір решениені береді, бұл сол жайлы. Егер де бір іс бастайтын болсаңыз, глубокий анализ жасауыңыз керек. Сол заттың түбіне жетпейінше тоқтамаңыз. Бұл сол жайлы. Бірінші инсайтым осы. Екінші инсайт бұл интервьюерлерге арналған. Интервьюді қалай алу керек? Егер де сіз клиентіңізбен келісетін болсаңыз, сұрақтар қоюыңыз қажет. Және сұрақтарыңыз өте емкий болу керек. Кстати, сатушылар роботтар тәрбиелейтін фрилансерлар болатын болса, обычно собственник компания айтады, мен сөйлесесің деп айта салады. Осы кезде маңызды нәрселер бар. Осы кезде сіз үшін маңызды 6 дүние бар. Интервью өткізер алдындағы бірінші нәрсе ол сіздің ақпаратыңыздың маңызды екенін сол собственник түсіндіру керек. Егер оны түсіндірмейтін болса, ол сізбен жұмыс дұрыс жасамайды. Егер де түсінетін болса, хотя бы айтып қойған болатын болса, мына кісімен сөйлес, бұл маңызды ақпаратты сұрайды. Тогда это хорошо. Сонымен екінші этап ол интервьюді бірнеше адам болып өткізу, желательно 2 адам, потому что сен сұрақ қойып отырған кезде, ең маңызды кезде, жазып отырған кезде, оның эмоциясын көрмей қалу мүмкінсің. Сол себепті бұның эмоциясы да маңызды болу үшін кеңес берілетін дүниелердің бірі бұл жерде 2 адам болып өткізу деп айтады. Одан кейінгі маңызды нәрсе бұл тыңдай білу. То есть, грубо говоря, бұл жылдап сөйлей беру емес, тыңдау, потому что сіз интервью алып отырғаннан кейін тыңдай білу керексіз. Қазір көптеген подкасттарда интервью алып отырған адам, сөйлеп отырған адамның айтып жатқан нәрсесін бұзып жіберетіні бар да. Сол нәрсе өте дұрыс емес. Егер де арамызда журналистер болса, точно лайк басып осы нәрсені бағалап айтып кетсеңіз, комментарийді жазып кетсеңіз. Одан кейінгі 4-ші инсайт ашық сұрақтар қою. Сен бүгін тамақ іштің бе деген еместе, я немесе жоқ деп айтатын. Сен сағат 6-да келдің бе, я немесе жоқ деп айтатын болса, бұл жабық сұрақтар. Сенің қалың қалай деген сұрақ, бұл ашық сұрақ. То есть, сен бұл бизнес жайлы не ойлайсың деп айтатын болса, бұл ашық сұрақ. Ашық сұрақтар адамның ашуына көмектеседі. И проблеманың айқын тұстарын, айқын емес тұстарын айқын қылуға сізге түсінуге мүмкіндік береді. Сол үшін ашық сұрақтар көбірек қойыңыз. Егер де, не знаю, бизнеста ғана емес, егер де бір үлкен кісімен қалыңыз қалай деп сұрай салсаңыз, ол кісі сізге барлық өмір баянын айтып береді. Бұл ашық сұрақтың нәтижесі. 5-ші нәрсе, жоғарыда болған нәрселердің барлығын қайталап айтып кету. Егер де айтып кетпесеңіз, ол нәрсені мен айтпадым деу мүмкін. Сол үшін айтқан нәрселерді фиксировать ету үшін. Бұл нәрселерді фиксировать етіп атқан кезде, ол маңызды нәрселерді жіберіп болуы мүмкін. Сол үшін дополнить етуге сізге ақпарат береді және көмектеседі. И 6-шысы необычный нәрсе, бұл метод Колумба деп атады. Колумб деген кино көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме білмеймін. Бой аласа, кішкене көз сығыр келген, сарып плащ киіп отыратын жігіт, детектив ылғида бір қылмыскерлердің үйіне келеді, кетіп бара жатты, есікті ашады, кешіріңіз, мен сізден тағы бір нәрсе сұрайын деп едім деп айтады. Неге деп ойлайсыздар сіздер? Оның себебі оңай. Себебі интервью біткеннен кейін адам расслабиться етіп қалады. Бұл уже кетті, менен ештеңе сұрамайды деп. Сол себепті осы сұрақты қоятын болсаңыз, адам
расслабленный кезде оңай кез келген сіздің сұрағыңызға жауап береді. Осы методиканы пайдалансаңыз реальный күшті результат аласыз. Бұдан да күшті методика бар, бұл супер коломбо деп аталады. 1-2 күн өтіп кеткеннен кейін айтпақшы ана сұрағың деп айтатын болсаңыз, сол сұрақты қоятын болсаңыз, точно реально сізге қажет жауапты алуға мүмкіндік береді. Үшінші соңғы инсайтым, бұл бизнес деген диагностика жасау. То есть кез келген бизнесқа біз как кәсіпкер ретінде, мен как консультант ретінде диагностика беруім керек. Бірақ диагностиканы ешқандай анализсіз жасауға болмайды. Егер де анализсіз диагностика жасайтын болсаңыз, бұл қауіп қатерге әкелуі мүмкін. Сол себепті задачаны дұрыс қою керек и анализді четкий қою керек. Сол кезде ғана сізде идеальный диагностика шығады. Жалпы кітапты оқуға кеңес беремін бе, кеңес бермеймін бе? Иә, кеңес беремін. Оқыңыздар, біліңіздер. Себебі бұл тек қана бизнесмендерға емес, қарапайым адамдарды қарапайым өмірде пайдалануға болатын методикалардың тәсілі, жаңағы тізбектері, құралдары жазылған. Сіз үшін қызықты болған болатын болса, комментарий жазуды ұмытпаңыз, потому что мен сіз үшін специально осы нәрсені жасадым. Фрилансер болсаңыз, точно бір комментарий қалдыруыңыз керек. Тыңдағаныңыз үшін рахмет. Жақсы анализ жасаңыздар, күшті диагностика айтыңыздар.